Керем Элифке ғашық болып қалғанын және онсыз өмір сүре алмайтынын айтады. Қахраман, сен әлі тым жассың, алдыңнан әлі талай қыз кездеседі деп оның бетін қайтармақ болады. Дефне қахраманның тойда түскен суретін көреді. Жанында Элиф еді. Сөйтіп Элиф маған өтірік айтты. Бұлар қахраман екеуі бұрыннан таныс екен дейді. Қахраман үйге келсе, Дефне ұйықтап жатыр екен. Ол бөлмеден шығып кетеді де барып ойланып отырады. Бір жағынан Дефне, бір жағынан Элиф. Қахраман не істерін білмейді. Ертесі Керем асханаға кірсе, тамақтанып отырған Элифті көреді. Сөйтіп маған да асты осында беріңдер деп Элифтің жанына келіп жайғасады. Қахраман кіріп қалады. Керем мен Элифтің бірге отырғанын көреді. Сөйтіп Керемге өтіріктен фирмаға кетуіміз керек, тез жинал дейді. Керем тамақтанып алайын да деген сөзіне де қарамайды. Тезірек жинал, біздің жұмысымыз көп дейді. Зия мен Якуб Қадырмен кездесуге келеді. Қадыр, мен баламмен және әйеліммен қайтадан қосылғым келеді. Олармен бірге болғым келеді. Отбасының қадірін түсінгендеймін дейді. Зия, отбасыңның қадірін 20 жылдан кейін түсіндің ба? Сені ешкім қуған жоқ, сен өз қателіктерінің кесірінен кеттің дейді. Якуб жынданып, не үшін қайтып келдің, ақшаң бітті ма дейді. Қадыр, маған ақша керек емес, мен балам мен әйелімнің қасында болғым келеді дейді. Зия Қадырға оған рұқсат бермейтінін айтады. Егер де олармен кездесіп не сөйлеспекші болсаң, онда мен сені өз қолдарыммен өлтіремін дейді. Дефне Эминеге келіп, Элифпен бірге тұрып жатқанын ұнамайтынын және Элифпен Қахраман бұрыннан таныс сияқты деп айтады. Неге олай жасап жатырсың? Қайта жақсы емес па? Элиф көз алдыңда, балаңның қалай өскенін көресің. Әлде сен оны Қахраманнан қызғанып жатсың ба? Ал Мақсұт болса Дефнені аңдып оның әкесінің үйіне дейін келеді. Логистикалық компанияның бастығы келіп, Якубқа не үшін менімен жұмыс істегің келмейді? Саған жақсы ақша беретін едім ғой дейді. Якуб, мен қолымнан келгеннің бәрін жасадым, бірақ Қахраман үзілді кесілді, сендермен жұмыс істеуге қарсы болып отыр дейді. Әлгі Якубты әдейі қайрап, бұл компанияда сенің сөзің түкке тұрмайды екен дейді. Ал Шукран болса Элифке келіп мақтанып отырады. Компанияда менің күйеуім бастық, Қахраман соның айтқандарымен жүреді дейді. Элиф болса оған сеніп, өмірлеріңіз күшті, рахат екен ғой, кинодағыдай дейді. Якуб Қахраманға келіп, әлгі компаниямен тағы да жұмыс істеп көрейік та дейді. Ал Қахраман болса, жоқ, мен ондай танымайтын адамдармен жұмыс істемеймін, бұл қауіпті, мен өз шешімімді шығарып қойдым дейді. Якуб ренжіп кетіп қалады. Дефне Элифтің бөлмесіне келеді. Үстел үстіндегі пирог пен шайды көреді де, сен бұндай заттарды жемеуің керек, көп витаминдер же дейді. Бүгін сыртқа шығайық, сені жақсылап тамақтандырайын дейді. Мақсұт әдемі киініп алып, жандағы інісі екеуі Эминені әдейі аңдиды. Інісі өтіріктен ұры болып, Эминенің сумкасын ұрлап кетеді. Ал Мақсұт Эминеге көмектескен боп, ұрының соңынан жүгіре кетеді. Бұның бәрін Мақсұт әдейі жоспарлаған еді. Сөйтіп Эминемен жақсылап танысып алу еді. Сөмкесін қайта әкеп береді. Сізге көмектесейін деп Эминені үйіне шейін шығарып салады. Атын Шахин деп таныстырады. Сөйтіп Эминенің пакетін алып кетеді әдейі. Халип Қахраманға хабарласады. Дефне мен Элиф үйде жоқ, сыртқа шығып кетті деп айтады. Қахраман келіп, неге маған айтпай сыртқа шықтыңдар? Элифті әлгінің аңдып жүргенін білесің ғой дейді. Дефне байғұс қыз үйде отыра беріп үш құса болып кетті. Оның үстіне киетін киімдері де жоқ екен дейді. Сол кезде Элиф келіп, мынау қандай деп көйлегін көрсетеді. Қахраман Элифке аузы ашылып қарап қалады. Дефне бұны байқап қояды. Әдейі Қахраманнан сұрайды, қалай екен деп. Қахраман, білмеймін, жарасатын сияқты деп айтады. Қахраманнан бұндайды күтпеген Дефне Элифке қарап, көйлегің жараспайды екен, шешіп таста дейді. Содан кейін Дефне бір көйлекті алып Қахраманға, мынау маған жарасады ма дейді. Ал Қахраман болса, өзіңе ұнаған заттардың бәрін ал, мен сыртқа шығып тұрамын дейді. Үшеуі үйге қайтады. Көлікте Дефне Элифке, сен көп классикалық музыка тыңда, бұл балаға пайдалы дейді. Ал Қахраман болса, айна арқылы Элифке қайта қараумен болады.